15 минутта ашытқысыз шелпек дайындаймыз. Тәп-тәтті жұп-жұмсақ болып шығатын шелпекке бір жасағаннан ғашық боласыз. Әсіресе асыққан кезде уақытыңызды үнемдейтін өте керемет шелпек. Алдымен рецепті сақтап, парақшаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Жылы сүтке тұз, қант және 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұнды 2-ге бөле отырып салып, осылай қамыр илейміз. Бізде өте жұмсақ осындай қамыр шығады. Енді салафанға салып 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін майын қыздырамыз. Енді майы қызған кезде осылай қамырымызды алып 14 бөлікке бөлеміз. Өздеріңіз қалаған бөлікке бөлсеңіздер болады. Домалақтап шетіне жаямыз. Міндетті түрде қамырымыздың бетін салафанмен жауып қоямыз. Қатып қалмас үшін барлығын осылай жұқалап, дайындап жайып алғаннан кейін қатты қызып тұрған майымызға шелпегімізді салып, осылай бірден шанышқының көмегімен айналдыра